Сәлем достар, арнама қош келдіңіз. Бүгін мен 15 минут аралығында дайын болатын ежемалинадан дәмді шырын жасайтын боламын. Одан кейін қақпақтарымызды стерилизовать етіп аламыз. Әр банканы 5 минут аралығында парлап аламыз. Одан кейін ежемалинаны банкаға бөліп салып шығамыз. Қайнап тұрған ыстық судан банкаларды толтырып шығамыз. Банкалардың қақпағын жауып, ыстық суда 5-10 минутта ұстаймыз. Бірнеше уақыт өткеннен кейін банкадағы суды кастрюльге қайта құйып қайнатып аламыз. Қайнап тұрған суға қанттарымызды салып ертеміз. Мен әр банкаға 200 граммнан салам, сол себептен мен осы суға 400 грамм қантты салып еретемін. Қасықпен жақсылап араластырамыз. Банкаға кесілген лимон және апельсин саламыз. Жаңағы қайнаған суымызды банкаға бөліп құйып шығамыз. Банканың қақпақтарын жапқышпен жақсылап жауып шығамыз. Жауып болғаннан кейін крышкасын мұқият тексереміз. Осыдан кейін банкаларды одеялға орап бір күнге қойып қоямыз. Дайын болғаннан кейін одеялын алып тастаймыз. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде осы шырынды жасап көріңіздер.